Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Мақпал. Қазақ халқы өзі сондай тойшыл, қонақжай халық болғасын, біздің дастарханымыздың ең бірінші сәні де көркі, ол әрине бауырсақ. Ең алдымен ашытқы жасаймыз. Ашытқымызды 15 минутқа қоямыз. Ол үшін бізге жылы сүт керек, ашытқы 12 грамм, ертілген сары май 50 грамм, қант керек, бір үлкен қасық, не болмаса 15 грамм, кішкентай қасықпен тұз, үлкен қасық, бір үлкен қасық майонез. Осының бәрін жақсылап араластырып, 15 минутқа кішкене қоя тұрамыз, ашытқымыз көтерілсін. Одан кейін керегінше ұн қосып отырып илейміз. Бір сағатқа жылы жерге қойып қоямыз. Бір жарым сағаттың ішінде бауырсағымыз жақсылап көтерілгеннен кейін, оны оқтаумен жайып отырып, әдемілеп, одан кейін кішкентай бір дөңгелек, не болмаса пышақпен кесіп, өзіңізге қалай ыңғайлы сондай формада кесіп аласыз. Тағы да бауырсағымыздың бетін жауып, бір жарты минутқа қойып қою керек. Одан кейін қызып тұрған сұйық майға бауырсағымызды араластырып отырып, екі жақтан қызартып пісіріп аламыз. Менің арнама келгеніңізге көптен көп рахмет. Лайк басыңыздар, подписка жасаңыздар. Және де осы рецепт бойынша осындай үлпілдек жұмсақ бауырсақтар жасап көріңіздер.